Барлықтарыңызға қайырлы кеш. Бүгін эфирден шыға салып, осы кісі мені күтіп алды. Екеуміз тамақтануға келдік. Как всегда, Дана өзінің репертуарында паста жейді. Бүгін мен де пастаны алуды жөн көрдім. Барлықтарыңызға, ауыз ашып жатқандарға ауыз ашқандарыңыз қабыл болсын, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Қазір тамақтанып аламыз, сосын дальше не істейтінімді айтатын боламын. Бүгін мен Дананың аузын ашып жатырмын. Эфирден шығып, біз осындай керемет ресторанға келген болатынбыз. Дана, как всегда, өзінің сүйікті пастасын алды. Мен жақта осындай салатпен әдемі атмосферамен отырмыз. Қайырлы кеш баршаңызға. Мен үйге келдім. Кеше Ақталқан үйіне қонған болатынмын. Енді бүгін түсіретін видеоларым бар, жұмыстарым бар. Еще суббота-воскресеньеға бір пландар болып тұр. Bir жаққа барсам ба, бармасам ба деп ойланып тұрмын. Жұмыс бойынша қалай болады екен деп. И скоро бұйырса сіздермен бір жаңалығымен бөлсем, алдағы 1-2 аптада дайын болыңыздар. Пайдалы нәрсе. Бізде бүгін арақатынысқа байланысты барлық сұрақтарға эфирде жауап бердім. Стримда, тікелей эфирде, дайректке келетін сұрақтар, тоқтады ма, не болып жатыр, типа, бірге еменсіздер ғой, неге бірге салмайсыздар, фото, видео деген сияқты сұрақтар көп келетін еді маған. Екеуіңіз неге еш жақта жүрсіздер деген сияқты. Мен ешқайсына неге жауап берген жоқпын осы уақытқа дейін, иә. Нақты жауапты эфирде айтам деп. Бүгін эфирде айттым. Не үшін ренжігенімді, не үшін таныстық тоқтағанын барлығын айттым. Енді сіздер түсіндіңіздер деген ойдам. Енді жаңа таныстыққа алдағы уақытта үміткер күтемін, жаңа таныстыққа дайынмын. Және де әр қатынастың өзінің бір сабақ алатын тұстары болады ғой. Енді қаталдау боламын да, енді келген үміткерлерге. И сенім артып деген сияқты сразу онда менде болмайды енді. Так что келетін үміткерлер абайлап келіңіздер дейін ба. Солай. Ал қайырлы кеш халқым, жұртым, қалайсыздар? Амансыздар ма? Мен сағынып қалған боларсыздар. 24 сағаттан бері сторис салған жоқпын. Жүгіріп жүрмін тірліктермен. Қосылайыққа. Таныс па жерлер қалай? Атмосфера былай таныс па сіздерге? Сараньо. Намасте. Намасте. Мына жақта Данияр, мына жақта қатысушылар. Уже қайтып кеткен көбісі эфирден кейін. Ал мен заттарымды жинауға келдім. Осы шкафчик менікі. Заттарымды жинап, қазір қош айтсам мына жермен. Наська. Қуанқалың ба? Қалай енді? Давай былай қылайық енді. Екеуміз телефонда отырайық. Түсінің ба? Ақтолқан. Қош келдіңіз. Зере эфирдің тұсында еңбегі сіңген қыз бұл қыз. Біздің стилист. Ой, на хабаре. Че там, құс болдыңыздар ма? Запросыды ашып қалсам, смс-тер бір-бірінің үстіне мінгесіп адыр, мыңдаған смс-тер. Есесіне просмотрым көбейіп кетті дегендей, реклама алып жатырым дегендей, рахмет сендерге, құсқан жандар. Ал құспағандарды, маған тілек айтқандарды мен жақсы көрем. Өзімнің тұрақты оқырмандарым бар, мен сіздерді қатты жақсы көрем. Ана кісілерді де жақсы көрем, барлықтарыңызды жақсы көрем, не істесеңіздер де. Не деймін? Алла оразада сіздерге сана берсін, ақыл берсін, тәубелеріңізге келіңіздер. Бәріңізді жақсы көрем. Ал мен Садыққа келдім, ресторан. Керемет тамақ ішетін орын, оразада бұл жер бос болмайды. Негізі құрбыма келдім. Жарты жол бойы мен жүріп келе жатыр. Мен тоқтасам тоқтайды, жүрсем жүреді. Сүйкімді өзі. Ой, кетіп. Мен ол жаққа бармаймын, мен мына жаққа барам. Күшік. Үйіме алып кетсем ғой өзімен бірге. Келетір еще. Типа маған әңгімелегендей жүреді, бірақ мен жанымда жүреді. Қазір көреміз, керемет.